Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ел болашағы жастардың қолында. Қаратау орта мектебінің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Боқан Қанат Амандыкевич. Бүгінгі сабаққа қойылған мақсаты оқу еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақсыз кестердің мағынасын түсіну. Жазба жұмыстарында талғаулы салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. Бағалау критерийі. Талғаулы салалас жалғаулықтарын ажырата алады. Сөйлемдер құрастырады. Кемінде 200 сөйлемге перифраз жасап, жалғаулықтарды орынды қолданады. Тақырыпты ашады. Өз пікірлері мен дәлелдер жазба жұмысында қолданады. Сөз көлемін сақтайды. Орфографиялық нормаға сай жазады. Ұйымдастыру кезеңі. Президент қазақстандықтарға жылда не арнап отырады? Жақында шыққан жолдауы қалай аталады? Жолдаудағы негізгі идея қандай? Елбасының Қазақстан жолы кітабы туралы не білесіздер? Осы сұрақтарға тез жауап беруіңізді сұраймын. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін тапсырма орындаймыз. Берілген мәтіннен 3 сөйлем таңдап, талғаулы жалғаулықтарын қосып перифраз жаса. Мәтінді тыңдаймыз. Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихынан аса күрделі жарқын сәттерін баяндайды. 9 тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Бұл 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын жасау, Қазақстанның қазіргі қолданыстағы ел конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай газ ресурстарын игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты банк жүйесін құру туралы жазылған еңбек. Осының мәтінді мұқияттағы оқып, берілген тапсырманың сұрақтарына жауап бересіздер. Қорытындылай келе, үйге тапсырма. Үй тапсырмасы тақырыбы мынандай. Мен болашағымды қалай елестетемін? Ой толғау жазу 70-90 сөз болу керек. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.